Quiz-AI programmasını kullanamız. Bu programını kullanmak için birinci özümüzün taqdirini yazıp koyamiz. Newton zаңдары deb. Endi generatsiyaga jo'naymiz. Generatsiya jo'naydi. Generatsiya jo'nayib bo'lgandan keyin bizga suroq tayyorlab beradi. Biz birden boshlamaymiz. Ikkovini har kim o'z sotqalarini o'rnatadi. So'qdan klik qilib deb qo'yamiz. Hadi sizlarga QR kod qo'ydik. Bu QR kod skanner qilsanglar sizlarga Jasad intellekti tayyorlab bergan suroqlar chiqadi. 5 suroq. Сол 5 suroqqa javob bering. Skanner bilan İşaret skaneri. Sizlerin skanerlerin arada çıkma olarak iki aradan böyle oldu. Şu an işaret gördüm. Kolu direkt işaret gördüm. Ya bir 80% alabilirsek bastaya gidelim. Vakit ödetiyoruz. İnternet sonra bastaya gidelim. Ya 5 gün sonra Kındı sokularındayız. Kındı sokusu kriminalda akşamlar yaptık. Onun bunlarını havaya kalalım. İngilizler korkularsan inersiyadan dinamikadan. Bölüm kalesinde. 10 sekund vakit verir. Newton'un ikinci zаңının formulası. Üçüncü sıra. Newton'un üçüncü zаңын қалай аталады дейді. Біреуін таңдайсыңдар. Сендер соққыларынан шығып тұрсың, біреуін басып жүр. Ақырғы төртінші сұрақ Ньютонның бірінші заңы қандай жағдайды сипаттайды дейді. Newton'un zаңдары қай ғылым саласының негізін құрайды дейді. Механика, термодинамика, оптика, электродинамика. Болды, жауап берді. Енді кім қалай жауап берді, мына жерде қазір шығу керек. Жаңағы сұрақтарды ауызша талдап кетейік. Ньютонның бірінші заңы бізде қалай еді? Инерция заңы, иә. Ньютонның екінші заңының формуласы дегенде F тең m болған, иә. Ньютонның үшінші заңы бізде тең әрекет заңдары, иә. Тең әрекет заңдары болған. Екі күш тең болады, бірақ модуль жағдайында кері болды, иә. Одан кейінгі қандай сұрақ болды? Төртінші Ньютонның заңдарға иә, қай саланы зерттейді деп тұр, иә? Механиканы зерттейді, механиканы зерттейді. Біз өз күні осы қыркүйектен бастап сол механика тағылым өттеріміз, жақсы рахмет. Ендеше біз қазір бүкіл әлемдік тартылыс заңын қарастырып өтейік. Бізде міне екі дене тұр, екі дене. Олардың арақашықтығы бар, және олардың массалары бар, масса деп тұр. Енді мұнда бұл виртуалды лабораторияның бір тиімділігі, бұнда Ньютонның қанша Ньютонмен тартылып тұрғанын көрсетіп тұрады. Бұнда қарап отырсақ, бізде 69-да 3-пен тартылып тұр екен. Енді сендерге мынаны өзгертіп көрейік. Қалай болады? Мынаның массасын өзгертсек, не болып жатыр? Мынаның массасын өзгертіп көрейік. Күш болды мысалға 4, 5, 6 килограмм болды. Не істеп жатыр күш? Күш үлкейіп жатыр, иә? Ендеше массасы өссе, күш тартылыс күші көбейеді деген сөз, иә? Ол бірінші сыныптың өзгерісі. Енді екінші сыныптың өзгертіп көрейік. Мысалға бір азайтып көрейік. Не болып жатыр? Тартылыс күші азайып жатыр. Ендеше екі массаны азайтып көбейтсек, тура пропорционал деген сөз ендеше. Көбейтсек көбейді, азайса азайды. Енді арақашықтығын өзгертіп көрейік. Бір массаны алып, ақырын тартып көрейік. Не болып жатыр? Көбейіп жатыр ма, қарсақ? Арақашықтығын алсып жатыр. Азайып жатыр. Ендеше алыстаса, күш азайып кетті. Енді жақындатып көрейік. Жақындатсақ көбейіп жатыр. Ендеше
ендеше біз айта аламыз, арақашықтыққа кері пропорционал деп айта аламыз. Арақашықтықты алсақ, азайып қалды, жақындасақ көбейіп кетті. Ендеше бүкіл әлемдік тартылыс заңының формуласын жазып қойдық. F пен G Е1 көбейту еңбегі бөлінген R квадрат. Енді осы жердегі F дегеніміз бізде бұл жаңағы тартылыс күші болды. Е1 еңбегі деген жаңағы массалар болды. R квадрат деген арақашықтық квадрат десе азайып, квадрат десе көбейеді. Енді бұндағы G деген нәрсе, соны жазып қойдық. 6,167 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі тең болды. Бұл тұрақты шаманың. Енді осы формуланы түрлендіріп көрейік. Бізге осы жерде мысалға R квадратты тап десе, қалай табамыз формулада? R квадратты табу үшін. Бізге пропорция жасау керек, анасына бірден береміз, бірден қарама-қайшылық сызып қоямыз. Сосын R табамыз, R тең турасында кетеді, турасында қалай болды? R бар, сосын таңдай бар. Біз R-ді тауып тұрмыз. R-мен бір немен еді. Дұрыс, F бөлімінде қалғандарын алына жазамыз, G Е1 Е2. Яғында, егер де бір сөздің бойында жататын болса, R мен F-дің екеуінің орнын ауыстырса болады. Сол кезде бізде формула былай болады. R тең G Е1 Е2 бөлінген F. Келесі формулаларды осылай түрлендіретін болады екен. Тартылыс құпиясының басталуы. Ең бірінші жаңағы осы тартылыс күштерін ашқан Ньютон екен. 1665 жылы Исаак Ньютон алма ағашының астында отырған кезде жаңағы алма құлай бастайды. Соны қарап отырып, ол алманың жаңағы тартылыс күшінің әсерінен құлап жатыр деген ұйғарымға келеді. Тек қана алма емес, сонда бүкіл заттар сол бір заңға бағынады деп ойлаған. Қарапайым құбылыс әлемдегі барлық денелерді тарататын әлемдік күштің бар екенін түсінуге және итермелеген осы бір сәт. Ньютонның тартылыс заңының мәні неде болып тұр? Осы формуласында болып тұр. Массасына жаңағы тартылыс күші массасына тура пропорционал, арақашықтығына квадратына кері пропорционал болып тұр. Кері пропорционал болып тұр. Тартылыс күші қалай жұмыс істейді? Жердің массасы өте үлкен болғандықтан ол бізді өзіне тартады. Сол себепті біз жерде жүре аламыз, және заттар төмен қарай құлайды дейді. Тартылыс күші өте үлкен болғандықтан біз оны жаңағы сеземіз, салмағымыз сеземіз, массамыз сеземіз. Ай мен жердің қарым-қатынасы, яғни ай жерді айнала жүр. Яғни оның тартып тұрған бір күш бар деген сөз. Осы ай мен жерді тартып тұрған күш, жер мен күнді тартып тұрған күш осы барлығы осы бір заңға бағынады дейді. Енді сендерге сұрақ. Біз мысалы осы бөлмеде отырмыз, бізде парталар тұр, адамдар тұр, мысалы лампочка, шкафтар тұр. Өз араларында тартылыс күші бар ма, жоқ па? Бар десе қол көтерейікші? Кім ойлайды? Бар деп. Жоқ деп, қаламыз жоқ деп отырмыз. Негізі тартылыс күші бар екен. Бірақ та ол өте әлсіз болғандықтан біз оны сезбейді екенбіз. Жер мен айдың массасы өте үлкен болғандықтан ол жаңағы көрініп тұрады. Егер де жаңағы массалар өте аз болғандықтан біз заттардың бір-біріне тартылып тұрғанын сезбейді екенбіз. Өте аз болады екен. Оны біз есептеп алуға болады, мына формулаға қойып есептеп табуға болады. Мысалы 10 килограмм затпен 1 грамм заттың екеуінің тартылыстары. Бірақ олардың арақашықтықтарына да байланысты. Арақашықтық алыс болса әлсіреп кетеді, жақындап болса көбейеді. Көп болады. Яғни олардың массасына байланысты екен. Ғаламдағы тартылыс планеталар мен жұлдыздар дейді. Күн жүйесінің негізінде жаңағы күннің орасан зор тартылыс күші планеталардың өзінің орбиталарында ұстайды дейді. Олардың күнді айнала жүруімен қамтамасыз етеді. Бұл күш планеталардың ғарышқа ұшып кетіреді дейді. Қозғалысын анықтаушы факторлары. Планеталардың массасы мен күннен арақашықтығы олардың
Массасы үлкен планеталарға тартылыс күші көбірек әсер етеді. Ал алыс орналасқандарға әсері жаңағы азырақ болады екен. Біздің планеталардың жаңағы күнге тартылуының себебі өйткені күннің массасы бүкіл планеталарды қоссақ, соның массасы күннің 1%-ына да жетпейді, өте азды. Сондықтан күннің массасы өте үлкен болып тұр. Сондықтан ол өзімен бірге басқа планеталар тартып алып кетіп бара жатыр. Тартылыс күші мен күн жүйесінің тұрақтылығы дейді. Біз жаңағы үш нәрсені қарастырамыз: орбиталық тепе-теңдік, ғаламдық үйлесім және күн жүйесінің тұрақтылығы. Күн жүйесінің тұрақтылығы жаңағы миллиондаған жылдар бойы осы жаңағы планеталар бір-біріне тартылып тұру себебі осы заңдылыққа бағынып тұрғанның себебі екен. Тартылыс заңын дәлелдеген заңдардың бірін қарастырып өтетін болсақ, 1789 жылы жаңағы Кавендиш тәжірибесі бойынша жаңағы математикалық жолмен анықтаған екен. G-дің мәнін тапқан, және де ол жаңағы Ньютонның гипотезасын практикалық түрде дәлелдеген ғалым екен Кавендиш. Тағы бір екінші бір тәжірибенің дәлелденгені ол массаны анықтау. Бұл тәжірибе жердің және басқа да аспан денелерінің массасын дәлелдеп анықтауға мүмкіндік берген дейді. Ньютонның теориясын растау, Кавендиштің өлшемдері Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыстарын нақты ғылыми негізде растаған екен дейді. Тартылыс күші қарап отыратын болсақ, жердегі тіршіліктерге жаңағы тікелей әсерін береді, екен. Жаңағы тартылыс күшісіз біз жерде тұра алмай қалықтап жүретін едік. Екіншісі судың толқындары. Біз оны сеземіз, жаңағы ай мен күннің тартылысы негізінде біз білеміз, жердің тартылыс күшінің әсерінде жаңағы атмосфераны ұстап тұр екен. Атмосфера арқылы біз жаңағы тыныс аламыз, жаңағы өмір сүріп жатырмыз, осы пайдалары осы екен. Қорытындыға келетін болсақ, ғаламның көрінбейтін күші дейді. Ғаламның іргетасын осы бүкіл әлемдік тартылыстардың негізінде түсіндіруге болады екен, қозғалысты түсіндіруге болады екен, және болашақ зерттеулерді әрмен қарай жалғастыруға болады екен. Енді бүгінгі тақырып бойынша сендерде бір ойын бар, соны ойнап көрейік. Қазір осы ойынды ойнау үшін біз соткімен немен ойнамаймыз, тек қана қол көтеріп жауап беріп отырайық. Қол көтеріп жауап беріп отырайық. Гравитация өзара әсерді ашқан дәлелдеу дейді. Я ма жоқ па сол жауап беріп. Правда, ложь дейді. Көпшілігін правда деп Галилей ашты деп ойлайсыңдар, иә? Жоқ. Гравитацияны жаңа Исап кету ғой. жоқ, жаңа айттық қой. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс деп қой. Ложь екен. Дұрыс емес, Галилей емес екен. Келесі бөлек. Екідегі бір-біріне тығыздықтардың көбейтіндісі пропорционал дейді, тығыздықтардың дейді. Массасы деп тұрған жоқ. Арақашықтықтардың квадратына кері пропорционал дейді. Ложь. Массасы пропорционал. Келесі. Бүкіл әлемдік тартылыстардың формуласы. Көп тұрмаса неге? Дұрыс па? Или қателанма? Дұрыс. Правда. Қандайсақ кім оған? Келесі, гравитациялық тұрақты дейді. Дұрыстап қараңдар. Дұрыс па? Гравитациялық тұрақты. Как көрейік? Келесі, гравитациялық тұрақтың мәнін анықтаған 1798 жылы Ньютон дейді. Правда болады ма? Жоқ, Ньютон емес екен. Жер массасы М тең 596 көйті 10-14 дәрежесі дейді. Жер массасы осындай болады. Көйік. Қазірде ложь дейді, көйік. Дұрыс емес, келесі, бүкіл әлемдік тартылыстарының бірінші дененің массасы анықтайды дейді. Массаны тапсақ формула осылай болмады. М тең метр квадрат бөлінген жиын квадрат. Ойландыр. Нарадан неміз тапсақ. М-мен тұрғандары астына кету керек, бөліне кету керек. Қарама-қарсы тұрғандар алына кету керек. Енді анда сұрап отырмын.
Слой отыру, иә? Ендеше, правда деп қойыңыз. Келесі, екі дене арасында арақашықтық 2 есеге өседі. Тасыс күші 2 есе артық. Правда. Дұрыс. Формуланы көріндіріңіз. Правда деп қойыңыз. Квадрат десе ғой, 2 есеміз 4 есе болады. 4 есе квадрат деп тұр, квадрат. Келесі, екі дене арасындағы арақашықтық 3 есе артса дейді. Тасыс күші 9 есе келеді дейді. Бұл дұрыс, иә? Дұрыс, 9 есе. Келесі, өлшемі ай мен жерден бірдей дейді. Жидің өлшемі ай мен жерден бірдей дейді. 98 деген. Әртүрлі болады, иә? Значит, сендер 10 сұрақтың алуына жауап берсіңдер. Рахмет сендерге. Енді бізде секілді сәтілер бәрін жолын жазайық. Видеода не сексуальный канал. Қолыңыз бай деп жазайсыз. Қолдар жазыңыз. Қырмалап тұрып. Маған байқалдыңыз. Музыканы бірдей жасау керек. Екіншісі, ресім болады. Фулби, тасу керек дейді. Келесі. Правда дейді. Эмоцияны шығармасақ, енді бізде осындай есептер берілген, осы есептерді шығарайық. Бірінші есепті талдап өтейік. Массасы бір килограмм шығар, жерге қандай күшпен тапсырып, жердің массасы 6,10 дәрежесі. Және шардың массасы 1 килограмм, иә? Ең бірінің массасы бар, ең екінің массасы бар. Арақашықтық R берілген 6,4 дәрежесі метр. Жер үстінде жатқан шардың арасындағы қашықтық күшін есептау керек. Тура осы формула жердің мәні белгілі тұрақты өзіміз жазамыз, 6,67 дәрежесі метр квадрат, килограмм квадрат. Осы есепті тапқыра шығарайық көреміз. Құнды шығарсын.
Небір массасы 1 килограмм. Емектің массасы болуға негізі қайтып отыр бізде 1 килограмм деген. Сол күш. Оны емектіге 1 килограмм жазбаймыз, жердің массасын жазамыз. Емекті 6,10-ның 24 дәрежесі. Айтып отырайық, 6,10-ның 24 дәрежесі. 6,10-ның 24 дәрежесі. 10-ның 24 дәрежесі. Килограмм, не? Килограмм. Енді бар берді жазады. Радиусы 6,14, 6,10-ның 6 дәрежесі. Жиынның мәнін өзін жазып тұрайық. Үлкен жиын тең болады. Үлкен жиын тең болады. 6,67 көбейту 10-ның -10 дәрежесі. Метр квадрат бөлінген килограмм болады. Табу керек, яғни күшті табу керек бізге. Тағы қарап отырсақ, бізде айналдыратын ештеңе жоқ. Қыбыжыға келтірмейміз. Формула жазып есептейміз. Кім шығарып болды қағазды? Кім екен? Как это было? Мал есептерді тез есептеу үшін біз білеміз, дәрежеге мән бермейміз, тек қана сандарға көйте аламыз. Мысалға, бізде 6,67 бар, 6 бар, сосын 6,4 бар. Осы үшеуін есептеп аламыз. Бірден есептеп жіберейік. Естейміз, сонда 6,67-ні 6-ға көйтеміз де, бірден мынаған бөліп жіберейік, 6,4-ге бөліп жіберейік. Дәрежесін артынан есептейміз. 6,4. Көбейтіп, соң бөлдім қайтадан. Мынаған көбейтіп, соң қайтадан мынаған бөлдім. Сондай болды. Дәрежеден қарасақ, -11, мында 26. Маңыз сен квадраттағы құн квадраттағы. Сол кезде сен есебін алып болмайды. Мынаны квадратқа жазу. Мына 36-та бірдеңе болды, 39 болды. Бөлшексіз бірден есептей алса, онда бөлшексіз аламыз. Бөлшексіз қоямыз, үстіне есептеу бар. Алын есептеу бар. 6,67 көбейту бар. 6-ға бөлсек қанша болса? Дәрежелерін есептеу бар. Бөлшексіз қой. Алындағы дәрежелерін қарасақ, 24 дәреже, онда -11 дәреже. 24-тен 11 тауысайық. 13 көбейту 13 дәрежесі. Мына квадрат қалады, 6 дәреже, 12 дәреже. Ең жарты тең болады. Енді дәрежелерін қарайтын 12, 13 біз білеміз. Осыны шықса, минуспен шығады. 13-тен 12-ні алып келді. 10-ның 1 дәрежесі.
жерде есептер шығару ешқандай қиындық тудырмайды, тек қана дәрежелерді есептегенде дұрыс есептеу керек екен. Жақсы, рахмет. Екінші есеп шығарайық. Одан кейін үшінші есепті үйге аламыз. Мына есепті бөліп шығарайық. Әсем шығарайық. Екіншісінде солай екі бірге кетті. Олай да болады. Қате болмайды, екеуі дұрыс болады. Кімге қалайында солай жатыр болады. Енді мына арақшықтық мың дейді. Жиын сұра берсін, оның мыңды дәрежесі деген көш қақтан. Қалғандар көрсі. Формуламыз қалай берсін? Дәрежесі 11 амал бөлімі бар. Мұнда 20 миллион шықты. 20 миллион 1 миллион көрсін. Екеуі қысқап жүрді ме? Дұрыс. Мұны екі көбейтсем. Компьютерді алу, бәрі дұрыс секілді, бірақ қатесі барса, қажетті қатесі бар нәрсе. Нөлде мысалға 10-ның көбейту 10-ның 6 дәрежесі, 10-ның көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Бірақ мына жазған кезде неге 2-ге көбейтіп қойдық? 2-ге көбейтпейміз, мынаны квадратта қойып. Бірақ 2-ге көбейтуге болмайды, 2-ге көбейтсек есеп өзгеріп кетеді. Иә? Мұнда келесің көбейту 2-ге қойсын. Мынаны екіншісін жазып қойды. Болмаса екеуін жақсы алып квадратта қой, екеуін өңір қой. Әйтпесе дұрыс қылмай қалады. Иә, ең дұрыс болды. Енді есебін қайтадан шығар. Кішкентай қателіктер, жаңағы есептің барлығы қате болуына кішкене әсер етеді. Екі рет жазса болады, квадрат жасау болады. Просто жерде симметрияны квадрат жасау болады. Оннан 100 шығады, 100-ді мынаған көбейтсең 667 болады. Соны жазып қояйық. 667. Бүтіні жоқ, 667. Көбейту. Енді қарайық. Енді дәрежелермен ғана жұмыс істейміз, бәріміз бері қарайық. Мына қарады. 11 дәреже отыр, минус 6-ның квадраттасақ 12 дәреже болады. 12-ден 11-ді алсақ 1 дәреже болады, 1 дәреже болады. 1 дәреже минус 1 тұра береді. Енді қарайды. Мынау 3 дәреже, 10 квадраттасақ 6 дәреже болады. 6-ның үстіне шығарсақ минуспен шығады. Минус 6. Минус 6 и плюс 1. Қанша болады? 5, минус 5. Соны жазайық. Көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі. Осылай қалдыруға болады. Болмаса микро деп көрді болады. Микроньютон деп көрді болады. Микро кетсек минус 6-ға кетіп көрді. Минус 6-ға кетсек, алдындағысын қалай көрді? Алдында бір тұр айна бар, соны жазып берді.
минус 6 дәрежесі. Енді оны микро деп жаза аламыз, енді микро деп жаза аламыз. Тең болады. Жоқ, микро деп жазамыз. Тең болады дейді, содан кейін микро деп жазамыз. Дәрежеден құтыламыз ғой. Тең болады. 66-та 7 микро, микро. 66-та 7 микро. Қазір үйге сендерге мынандай тапсырма. Үй тапсырмасын алайық. Үйге бізге квиз деген программа бар, содан актерлік фотоға түсіріп сол үйге барып үйге осындай тапсырма. Болмаса WhatsApp-та жіберіп, немесе сол WhatsApp-тан да болмаса да болады. Бұнда 10 сұрақтан тұрады. Бүгінгі тақырып бойынша сол 10 сұрақтарға үйдің осылай жауап беріңіздер. Üçüncü seti çıkardı iyi gelsin. Üçüncü seti tapası oldu. Üçüncü seti çıkardı iyi gelsin. Ya massaların 1000 kilogram ekideni açıştık qanday болады dedi. Yerді тау керек мынада. Yerді тау керек, массалар керек. Sonra осы бойында бірақ үшін қашықтық салыңыздар. Пластик уақытқа шығарайық, уақытқа. Кім бірінші болады? Соларға жаңағы бағаланады. Орынды отырып шығарайық, тақтаға шығармай қойып, орынды отырып шығарайық. Массалары 1000 килограмм. Мынандай көбейтеміз. Орын ауыстырайық. Үстіне шығарып қойып, мына сен шығарайық. Массалары 1000 килограмм. Екеуінің де массасы деңіз. Сонда екіден 1000 килограмм дәрежесі. Бірақ та мынада қарасақ, мына нәрсені қарасақ, мына G емес, мынау ньютонның мәні F, өйткені ньютонға тең келіп тұр. Мынау күш болады. Күш, масса. G-ның мәнін өздері білесіздер. Және талғажымыз бізде ашықта. Тура сол формуланы құрамыз. Soğanı aşık oluruz, cimden özürüz. Cimden özürüz. Dұрыс, енді бұны ары қарай түресін шығарсақ, біз білеміз, дәрежені екіге бөліп шығады. Төрттеріміз екі дәреже. Сонда жауабының 2 дәрежесі бар ма? Оның 2 дәрежесі. Немесе 100 деп алуға болады. Оның 2 дәрежесі, жауабы немесе 100. Осыны бөліп тақтаға жазайық. Тақтаға жалғасы шықты.
Ortada çıkarsa. Dur, onu izleyeceğiz. Ne çıkardı bu? Can sesin çıktı mı? İlahi mertebe çalacağız. Çalmaz. Koordinasyon almayı. Paranızı çalabilirsiniz. Артынан кейін бір сан шығады ғой, соны бір сан алса болады. Чтобы есеп оңай будет. Iki ustad ketdi, bu safar da iki ustad. Есебін шықты, оның егілеміз. Кей байланысы берілген, кей байланысы. Бүгінгі тақырып бойынша бізде бағалау бойынша тақтадан есеп шығарған бағалардың бәрін бағалаймыз. Бүгінгі ұмайра ойын арасынан бағалау бар, солардан бағалаймыз. Қазір бүгінгі сабаққа кей байланысы берілген. Мәлімдесінде QR код тұр, осы QR кодты сканерлеп, бүгінгі сабаққа бір өздерінің жылы сөздерін жазып болды. Қатқан бағаларын бағалаймыз.